Жалпы қазіргі таңда мектепте балаға жан ашитын мұғалімдер жұмыс жасау керек. Өйткені мен оқушылармен өте тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймын. Сонда оқушылардың көбісінің айтатыны мұғалімдердің оқушыдан үлкен дүниені талап ететіні. Мен үнемі айтамын, кез келген оқушы, немесе барлық оқушы деп айтайықшы, 5-пен оқуы міндетті емес, ол мүмкін де емес. Ал 3-пен оқитын оқушыны да мектепке қызықтыру, сенің пәніңе қызықтыру, мүмкін пәнге емес, жалпы өмірге қызықтыру мұғалімнің қолында. Сондықтан да мен мұғалімдерге, әріптестеріме үнемі айтам, оқушы мектепке тек қана білім алудан да басқа, оның өмірге құлшынысы, жалпы қарым-қатынас, адамдармен сөйлесу, сізге деген махаббаты, досына деген махаббаты, ата-анасына деген махаббатының барлығы ол мұғалімнен бастау алу керек. Бізде жетпей жатқан нәрсе мұғалімнің оқушыға махаббатының аздығы.